Сәлем, менің атым Алан, ал мынау менің қарындасым Дана. Сәлем, біз халқымыздың тарихы жайлы білгіміз келеді. Сондықтан бүгін Қазақстан Республикасы ұлттық музейіне келдік. Дана, халқымыздың тарихын білу үшін алдымен ежелгі және орта ғасырлар тарихы деп аталатын залға баруымыз керек. Ол жерден ежелгі дәуір адамдарының қалай өмір сүргені жайлы білетін боламыз. Алан, мыналар не? Бұлар ежелгі адамдардың еңбек және аңшылыққа арналған құралдары. Ғалымдар Қазақстан аумағында өмір сүрген алғашқы адамдар осыдан 1 миллион жыл бұрын пайда болды дейді. Олардың ең алғашқы пайдаланған еңбек құралдары тастан, ағаштан және сүйектен жасалған. Алғашқы адамдар үңгірлерде тұрған. Олар бірлесіп өмір сүрген. Қарапайым еңбек құралдарын дайындап, бірге аңшылықпен айналысып, бірге балық аулаған. Аулаған аңдарының етімен қоректеніп, терісінен киімдер тігіп киген. Ежелгі адамдар мен жануарлар және құстар оттан қатты қорқатын болған. Бірақ кейін отқа жылынуға болатынын және отқа піскен еттің шикетке қарағанда әлдеқайда дәмді болатынын түсінген. Сондай-ақ жыртқыш аңдардың оттан қорқатынын біліп, үнемі лаулатып от жағатын болған. Осылайша олар аңдардан қорғанудың жолын тапқан.